Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сүзбелі пирогты бірге дайындайтын боламыз. Видеома лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Қажетті ингредиенттерді мына жерге жазып қойдым. Ең алдымен ұнымызға 3 қасық қант саламыз. Және шымшым тұз салсаңыздар болады. Оның үстіне 1 шай қасық разрыхителімізді саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Және де қатып тұрған сары майды, 180 грамм сары майды осылай үккіштен өткізіп, жақсылап тұрып оны біркелкі болғанша араластырамыз. Қолмен осылай араластырамыз. Песочный тесто шығу үшін осылай жақсылап тұрып дайындап аламыз. Осындай песочный тесто шығу керек. Енді сүзбемізді дайындайтын боламыз. 300 грамм сүзбеге 3 ас қасық қаймақымыз саламыз. Және де 1 жұмыртқамызды саламыз. Қалауларыңыз бойынша 3 қасық немесе 4 қасық қант салсаңыздар болады. Мен 4 қасық қантты салдым. Және де миксермен немесе венчикпен осылай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Блендермен араластырсаңыздар, массаларыңыз біркелкі болып шығады, ал мен венчикпен араластырдым. Массамызды жақсылап тұрып араластырып дайындап аламыз. Осындай тесто дайын болған кезде енді формамызға сливочный майды жақсылап тұрып жағып дайындап аламыз. Бағанағы ұнымызды 2 бөлікке бөліп қоямыз. Және де астына жарты бөлігін осылай қолмен жақсылап тұрып жайып шығасыздар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша домалақ формаға немесе пештің 4-бұрышты листысына жасасаңыздар болады. Осылай жақсылап тұрып астына ұнымызды жайғастырамыз. Оның бетіне бағанағы дайын болған сүзбемізді осылай жақсылап тұрып біркелкі қылып барлық жерден жететіндей жайып шығамыз. Осылай жан-жағының барлығына жеткізіп жағып шығасыздар. Лопатканың көмегімен осылай барлығын дұрыстап реттеп дайындап аламыз. Оның үстінен бағана қалған ұнымызды да жақсылап тұрып қолмен барлық жеріне жететіндей сеуіп шығасыздар ұнымызды. Және де пешімізді 180 градусқа қойып қоясыздар, қыздырып. Енді пирогымызды қызып тұрған духовкаға осылай салып, беті қызарғанша 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей осындай жұмсақ бізде пирог шығады. Енді оны қалауларыңыз бойынша кесіп, отбасыларыңызға шайға, ыстық шаймен жақсылап тұрып жесеңіздер болады. Дәмі деген өте тәтті, жақсы болып шықты, жұмсақ болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сөз беремін. Менімен бірге жасап көріңіздер, сіздерге ас болсын. Менің каналыма лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Осындай бізде жұмсақ песочный болып шығатын сүзбелі пирогымыз дайын болды.